Шалақының бір керемет сөзі бар екен. Келінің жақсы болса көп кісі үйіңе келгісі келеді, келінің жаман болса келген кісі кеткісі келеді. Шай құй десең төккісі келеді, төкпей құй десең сөккісі келеді дейді. Ондай келіннен құдай сақтап, Жандарбек Бұлғақов ағамыздың өлеңінде былай жырлайды. Тектарудың жүзінде жылу болар, қаламайды жалыңа шыру болар, сұлу қыздың барлығы иманды емес, иманды қыздың барлығы сұлу болар десе. Осындай иманды қызды бізге тәрбиелеген Рамадан елі мың жасаңыздар деп өздеріңізге алғыс айтамыз. Енді баяғыда бір атамыз бен апамыз Алматыға ұл-қыздың тойына аттанып пойызбенен. Деп қойсаңыз, тыңдап отырсам. Пойызға отырып, Шымкенттік атам мен апам шүйіркелесіп, әңгіме айтып кетіп бара жатса, тура Шымкенттік атамыз бен апамыз отырған купеге жамбыл жақтан, қазіргі Тараз жақтан тағы да бір ата мен апа отырыпты жаңа. Бірақ ана Тараз жақтан отырған атамыз апамыздың жағдайын жасап бөліп барады дейді. Шөлден бесе шайын қайнатып беріп, ай шал аяғым сырқат десе уқалап беріп, жаным айым күрінде еркелетіп, ас үстіне түсіп, біздік Шымкенттік апалар ондай көрмеген ғой.